Туған күн бойынша неке нумерологиясы. Адамның өмірі мен тағдыры әртүрлі сандармен байланысты. Ең маңыздыларының бірі туған күні бойынша есептелетін өмірлік сан немесе тағдыр саны. Бұл өмірдегі әртүрлі сәттерге, соның ішінде некеге әсер етеді. Нумерология сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап береді, және мұның бәрін қарапайым тәсілдермен қарастыруға болады. Бұл сізге жақын арада некеге тұру белгілерін жіберіп алмауға және сіздің тағдырыңызды сипаттайтын негізгі күндер мен сандарды анықтауға көмектеседі. Бұл техникаға кіріспес бұрын сіздің өмірлік саныңызды немесе тағдыр саныңызды есептеу керек. Бұл нумерологиядағы некеге қатысты барлық нәрсені анықтаудың басты кілті. Ол үшін туған күн сандары керек. Мысалы, сіздің туған күніңіз 16.02.1989 жыл. Барлық сандарды қосу керек. 36 саны шықты. Алынған екі таңбалы санды бірлікке айналдырамыз. 9 саны шығады. Осылайша сіздің тағдыр саныңыз 9. Шыққан сандарға сипаттама. 1. Сіз серіктес таңдауға мұқият қарайсыз. Сондықтан сіз ер адамыңызға сенімді болған кезде үйленесіз. Бұл әдетте 25-30 жас аралығында болады. 2. Нумерологияға сәйкес сіздің неке жасыңыз 27-35 жас. Өйткені сіз өмір бойы бір серіктесті таңдауға бейімсіз, және сіз асықпайсыз. 3. Сіз ерте 20-23 жаста үйлене аласыз. 4. Сіз ерте некеге ұмтылмайсыз, өйткені сіз өзіңіздің бостандығыңызды бағалайсыз. Сондықтан 30 жасқа дейін сіз некеге тұруыңыз екіталай. 5. Сіз өзіңіздің жеке құндылығыңызбен жұмыс істей бастағанда 30-35 жас өте шығады. 6. Алғашқы неке ерте жаста 20-25 жаста болуы мүмкін. 7. Сіз ақылдысыз, сондықтан 25 жасқа дейін үйленуіңіз екіталай. 8. Сізді мансап көбірек қызықтырады, сондықтан сіз 32-37 жас аралығында үйленесіз. 9. Сіздің импульсивтілігіңізге байланысты неке өте ерте болуы мүмкін. 16-20 жас аралығы. Неке бақытты болу үшін болашақ жас жұбайлардың туған күндерінің, айларының және жылдарының барлық сандарын келесіде қосу керек. Мысалға, келіннің туған күні 11.09.1985 жыл. Барлық сандарды қосып бірлікке айналдырғанда 7 саны шығады. Күйеу жігіттің туған күні 26.02.1986 жыл. Мұнда да барлық сандарды қосып бірлікке айналдырамыз. 7 саны шықты. Енді оларды қорытындылайық. 7 қосу 7 14. Дәл осы сан үйлену тойының тамаша күні болады. Достар, осы тақырыптың жалғасын келесі видеомда көре аласыздар. Ол үшін маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.